Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын алма пирогын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік ендеше. Бірінші кезекте тестасын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға сахарная пудра, азғана сода қосамыз. Осы массаға мұздатылған морозильниктен алынған сары майды үккіштен өткізіп, тестамызды жасаймыз. Міндетті түрде сары май болу керек, 82% болу керек. Маргарин жарамайды, себебі маргариннің құрамында өте көп мөлшерде су болады. Тестамыз песочный болып шығады. Осы араласқан массаға бір жұмыртқамызды жарып, қамырымызды елеп аламыз. Артық зат қоспаймыз. Жұмыртқамен, сары маймен теста бірігеді. Дайын болған тестамызды пакетімізге салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында пирогымыздың начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін қалаған формада алманы тураймыз және осы туралған алмаға шым-шым тұз қосамыз және сахарная пудра қосып араластырамыз. Сахарная пудра алмамыздың қарайып кетпеуіне өзінің септігін тигізеді. Пирогтың барлық өлшемдері төменде берілген. Осы өлшемдерді сақтай отырып жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз әрдайым идеальный болып шығады. Енді пирогымыздың заливкиін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге майлы 33%-дық сливки қажет болады. Сливкиға 20%-дық сметананы қосамыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Сахарная пудрамызды қосамыз және жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмалды қосамыз. Кукурузный крахмалды картоп крахмалымен алмастырмаймыз, себебі картоп крахмалынан картоптың дәмі сезілетін болады. Барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Осымен біздің заливкиіміз дайын. Барлық ингредиенттерді біріктіретін сәт келді. Яғни дайын болған тестамызды холодильниктен шығарып, жайып, формамызға орналастырамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырдың үстіне төсеп шығамыз. Алма салмасының үстінен дайын болған заливкиімізді де біркелкі етіп, құйып, жайып шығамыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз. 180 градуста пирогымыздың тестасы қызарғанша пісіреміз. Теста қызарғаннан кейін 120 градусқа түсіреміз. Сол градуста 40 минут пирогты пеште ұстайтын боламыз. Пирогымыз осындай болып пісіп шығады. Міндетті түрде суытып барып қолданасыздар, себебі заливки қату керек. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер қыздар, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.